Buna aldığımızdaki 8. Nevruz Halkarалық Ayetler Günü'ne oray облыс акиматы ұйымдастыруымен және Genel комиссиясының қолдауымен bugün біздің лицейімізге, мектебімізге облыс көлемінде халыққа қызметі сіңірген кісілер, қонақтар, ханымдар, арулар келіп отыр. Оларды лицейімізде ата-анамен, әсіресе қазіргі таңда өте маңызды болған ата-анамен байланысты жұмыстарды көрсету, таныстыру мақсатында лицейімізге қонақ болып қабылдаймыз. Жалпы 30 жыл тарихымызда ата-анамен жұмыстарды, тығыз жұмысты өте мәні зор деп санаймыз. Соған байланысты жыл ішінде бірнеше қоғамдық, социальный және спорттық іс-шаралардың арқасында оқушыларымыз бен ата-аналарымызды басын қосып, бала тәрбиесінде әсіресе әкенің рөлі зор болғандықтан, оларды ынтымақтастығын нығайтып, бала тәрбиесini күшейтуге тырысып отырмыз. Бұнда әкелер біздің өсіп келе жатқан ұрпағымызға беріп жатқан тәлім тәрбиесін, соны көрейік деп, соны бізге таныстыру мақсатында осында келдік. Ата-анасының тікелей қарым-қатынасымен сонан кейін барып бірақ орта тәрбиелейді. Ең алдымен от анасы, от ағасы, үйдегі отбасы тәрбиелейді. Онан кейін барып қана орта тәрбиелейді деп мен есептеймін.